Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге қамырына пияз қосылған пирожки дайындап көрсететін боламын. Ол үшін бізге 1 кесе сүт, 2 кішкене кусок сары май, одан соң 1 ас қасық құмшекер, жарты ас қасық тұз және 1 пиязды осылай теркадан өткізіп қосып жібердім. Одан кейін үстіне 3 кесе қайнаған су қостым. Сол кезде менің осы қоспам жылы күйге енді. Одан соң үстіне 1,5 ас қасығымен осылай дрожж қосып жібердім. Одан кейін сәйкесінше жұмсақ қамыр пайда болғанша үстіне ұн қосып иледім. Мінекей достар, менің қамырым дайын болды. Осылай қамырымыздың бетін жауып 1 сағатқа қойып қойдым. 1 сағаттан кейін алып, пирожки жасауға кірісеміз. Достар, біздің қамырымыз дайын болам дегенше осылай 3 штук картошканы алып суға қайнатып дайындап алдым. Мінекей қамырымыз ашып дайын болды. Өте әдемі болып көтерілді. Енді осы қамырымызды алып пирожки жасауға кірісетін боламыз. Мен жартысынан бауырсақ, жартысынан пирожки жасаймын. Осылайша майдалап бөліктерге бөліп, оны дөңгелектеп, одан соң барып жаямын. Қамырымыздың арасында пиязымыз қосылған. Өте дәмді шығады. Мінекей достар, осылайша жайып алдым. Қамырымызды жұқа етіп, мен пирожкидің қамыры осылай жұқа болғанда өте қатты ұнатамын. Және ішінде начинкасы, картошкасы көп болған күшті болады меніңше. Осылайша картошкамызды езіп алдым, оның үстіне қарабаш септім, одан майдалап пияз турап қуырып қосып жібердім, тұз септім. Осылайша өте дәмді картошкамен начинкасын саламыз пирожкиміздің ортасына. Одан соң әдемілеп бүгеміз. Достар, мен көбінесе осылай майды қолданамын, ұн қолданбаймын. Осылай маймен осылай тез пирожкимізді бүгіп, қызып тұрған отқа майға қуырып пісіріп аламыз. Мінекей достар, видеода көрсетілгенде өте әдемі бізде пирожкиміз дайын болды. Өте тез қуырып пісіріп аламыз. Және ыстықтай жесеңіздер өте күшті болып шығады, өте дәмді шығады. Осы рецептпен дайындап көріңіздер. Ас болсын достар. Менің каналыма жазуды ұмытпаңыздар және лайк басып комментарий жазамыз.